Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін осындай қуырылған бәліш дайындаймыз, яғни жареные пирожки. Менімен бірге дайындаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге салмасына картоп, сәбіз пісіріп аламыз, және жаңағыдай езіп аламыз. Қамырына жылы су, бір ас қасық дрожжи, бір чайный ложка тұз, бір чайный ложка секер қосамыз. Барлығын араластырамыз. Одан кейін сұйық май, 2 ас қасық сұйық май қосамыз, барлығын араластырамыз. Одан кейін жайменен ұнды қосып, араластырып, қамыр жасаймыз.